Қазақ елінің өсіп өркендеуінде мәдениет, ғылым, саясат, экономика саласында өздерінің үлкен үлестерін қосып жатқан тұлғалар туралы айтып берсеңіз. Бүгінгі жастарымыздың енді мынандай көңілде сұрақ қоюы мені ерекше қуантады. Қай елде тұрсаңыз да, сіз сол елге, сол елдің азаматы болғаннан кейін адалдықпенен, кісілікпенен, қоғамның қай саласына болса да аянбай еңбек ету керек те, оған тер төгу керек. Өйткені сен осы елде тұрғаннан кейін, осы елдің тауының асқа, атын жоғары болғандығын, соны жақсы көруің керек. Содан кейін барып қана сен өзіңде еркін осы елдің сезінесің. Мен кейде айтамын, сыйласаң елімді, тағзым ет тіліме, сыйласаң елімді, сонда сен отандас боласың сенімді. Тұрған еліңе, шеріңе деген кімде кім болса, адал еңбек етіп сенімді болу керек. Ал енді әзірбайжандар қоғам саласының қай салада болса да, әсіресе еңбек жолында, еңбек саласындағы етіп жатқан еңбектері ерен. Өзінің олардың бағалауының атақ даңққа ие болғандары да бар. Ал енді солардың ізін басып келе жатқан жастарымыз да бар. Әзірбайжандардың ішінде оқығандары да, тоқығандары да, ғалымдары да бар. Бірақ зәлімі жоқ. Мен соған шүкіршілік етемін. Әсіресе мына дәрігерлік салаға келгенде, әзірбайжандардың дәрігерлік салада көп екендігін мен айталам. Математиканың саласында, экономика саласында, тіпті кеңес үкіметінің кезінің өзінде мына нелерді депутат болғандар, сол еңбегін бағалап, сол соны сүйткендіктен. Ол, мен айтамын, сол халықтың өзінің бойындағы біткен қасиет, адами қасиет, тұрған еліне, жеріне деген адалдығы, тазалығы, пәктігі деген болар еді. Сондықтан да мен тек қана әзірбайжандар ғана емес, барша Қазақстан тұрғындары солай адалдықта болғанын жақсы көремін. Енді мен өз басыма келсем, жаңа айттым ғой, ғылым саласында болса да, экономика саласында, ұстаздық саласында болса да, заңгерлік саласында, тіпті менің үйімнің үлкен ағайымның 11 баласы бар. 11 баласының ішіндегі үшеуі бірдей заңгер, екі қызы кандидат, содан кейін Абуде ұстаз болып жүрген жүр. Нүгейінгі тіпті қай салада тек қана біздің үй ғана емес, басқаларда сондай. Әсіресе біздің Чимкент облысы Түлкібас ауданынан оқығандар сондай көп шыққан. Енді ол біздің Қазақстанның қай түкпірінде де, оның барлығы неден? Еліміздің саясатының керемет, елдің бірлігінде, саясатының кемелділігінде, барша халықты тең көруінде. Енді өз басыма келсем, Құдайға шүкір, мен Қазақстан азаматы болғаныма сондай мақтанышпенен еркін қараймын да, сонымен мен айтам, мен елімнің түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен қазақтың қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті сөзін сүйем. Қазақстан, Қазақстан бәрінен биік екен. Сондықтан мен оны өлгенше сүйіп етем. Сүймеу мен үшін күнә. Міне, менің себебі Құдайға шүкір, қазақ осындай дәрежеге жеткізді. Сонау бірінші сыныптан бастап бөлген жоқ, жарған жоқ. Жақсы оқыдық, үлгілі оқушы болдық. Ол біздің ұстаздарымыздың біздің кеудемізден қақпа итермегендігі, маңдайымыздан шертпегендігі, арп ішінде бір бидайды бізді сөйтіп еркелететін. Сонан кейін біздің көршіміз, тіпті менен кейінгі марқұм сіңілімді интернатқа апарғанда өзінің қызын, менің сіңілімді ертоқымға отырғызып аттым, ана артына қызын отырғызатын. Не деген дарханғалық? Өзгеге қарамақ, өзгенің көңіліне қарайтын. Содан кейін енді менің ана мектебімнен жақсы үздік оқып шықтым. Құдайға шүкір, одан кейін Түркістан педучилищесін оқып шықтым.
2 жыл өзімнің ауылымда ұстаз болдым. Одан кейін келіп мына Жемпейге қыздар педагогикалық институтына түстім. Онда да мені ешкім кеудемнен итерген жоқ. Сонда барып, онда үздік тамамдап, мен аспирантураға алып қалды. Аспирантурадан кейін 2 жыл Жемпейде істеп, одан кейін тіл білім академияның тіл білім институтына аспирантураға түстім. Аспирантураның өзінің уақытысында 3 жылда қорғадым. Мен қорғаған кезде Москва, Ленинградтың ғалымдары қатысқан. Ол кезде барлығы қанша орыс тілінде болса да, бірақ Москва, Ленинградтан келген ғалымдар менің қазақшама күдікпенен, орысшама қазақшама күдікпен қарап, мені қазақша қорғатқан. Мен сонда көктен тілегенім жерден табылды деп қуанып қазақша қорғаған. Қандай керемет, Құдайға шүкір, елдің бір ауыздан үлкен ғалымдардың барлығы еңбегіңді бағалап, содан кейін барып, ол кезде Москвада бекитін кандидаттық берді. Мені содан бері қарай, мені сол неге институтта қалдырып, тіл білімі институтының лексикография деген бөлімінде істедім. Ол бөлім деген мен үшін мақтаныш. Онда ешбір түркі, тілдес халықта жоқ қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігі, сол қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігінің құрастырушылардың бірі. Міне қандай қазақтың тілінің байлығына, шұрайлығына ешбір тілді мен теңестіре алмаймын. Айтады ғой, араб тілі басты тіл, парсы тілі тәтті тіл, түріктің тілі өнерлі тіл. Сол тілдердің ішіндегі өнерлі тілдің ең шұрайлысы да, ең құндысы да, ең тазасы да сол қазақтың тілі. Менің барлық арманым қазақтың бай тілін баянды ету. Мына байтақ жерде, бай тілде қазақтікі соны баянды етсе екен. Мәшір Жүсіп Көпеев былай деген, ең асыл тіл арабтың тілі деген. Одан кейінгі асыл тіл түріктің тілі деген. Ал түріктің тілінің ішіндегі қазақтың тілі гауһар тіл деген. Ал енді осының қадіріне жететінде мен соның тілші маманмын. Сондықтан осының қай кезде де дәріптеуге де шарықтатуға да мен бар. Менің ғылыми еңбегімді бағалап мен ғалым болдым. Одан кейін тіл білімі институтында істедім. Содан кейін барып тіл комитеті ашылған. Сол тіл комитетінде мен ұлттар, өзге ұлт өкілдерінің несінің басқарғам, управлениясын басқарғам. Содан кейін барып ненің ұлт саясат жөнінде комитет болған. Ұлт саясат жөнінде комитетте мен главканы басқарғам. Ол кезде мемлекеттік тілдің дамуы және ономастика бөлімін басқарғам. Енді кейбіреулер таңданар, Әзірбайжанның қызы, қазақ тілінің маманы сондай дәрежеге. Ол көрдіңіз ба? Сонда да біздің еліміздің саясаты, біздің халқымыздың дархандығы, кеңдігі сондай үлкен мекеменің үлкен бір несінің басқартып отыр. Несін басқартып отырғанның өзі онда бір сондай керемет. Міне содан кейінгі менің тіпті пенсиядан шыққаннан кейін де мен бір күн үйімде тыныш отырған жоқпын. Құдайға шүкір, қоғамдық жұмыс болсын, қоғамыма былай болсын, қоғамның әрбір саласына жан тәнімменен мен атсалысам. Мен 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестік ашқам. Ол бірлестіктің арқасында қаншама ұлттың өкілі қазақтың тіліне деген қызығушылары артып, меңгеріп келе жатыр. Бүгінгі таңда өздеріңіз де куәсіздер. Содан кейін мемлекеттік тіл менің тілім дегенде қаншама телевизордан, радиодан хабар жүргізді. Ол тек қана қазақ қана емес, әр уақытта ортасында бір қазақ, содан кейін өзге ұлттың өкілі. Бүгінгі диктор қыздарымыздың көбісі солдан қызығушылығын не нәрсені болса да елге ұғындыра білуіміз керек, жеткізе білуіміз керек, түсіндіре білуіміз керек, оны қызықтата білуіміз керек. Бұның барлығы неден? Бұның барлығы тәлім, тәрбиеден. Менің шыққан ортамнан, менің шыққан көрген отбасымнан алған тәрбиемнен дүниеде тәрбиеге еш нәрсе жетпейді. Білімнің алған жақсы, бірақ ол білімің тәрбиесіз болса, енді Әл-Фарабидің сөзін бәрі жақсы біледі,
бірақ мен айтамын, ал білімсіз қоғам сусыз диірмен, ал енді тәрбиесіз білім, ол да сусыз диірмен. Сондықтан әрбір балаға, үлкенге болсын, жасқа болсын, ел менен қарым-қатынас, оның ішінде ұлттық тәрбие болу керек. Адамның бойында өзінің еліне, жеріне деген сүйіспеншілік болу керек, патриоттық сезім болу керек. Елбасымыз айтады ғой, қазақстандық патриоттық сезім болу керек. Ал ол сезімнің барлығы да менің түсінігімде тіл арқылы. Тіл арқылы ғана адамның бойына дариды. Мен айтамын, жұқса маған асыл қасиет, тіл арқылы қазағымнан дарыған. Бойға біткен қабілет, қасиетті тұрған елден дарыған. Құдіретіне бас иіп, қазағыма табынамын да, ал енді менің елімнің өніп, өркендеп, өсіп, тілімнің өзінің мәртебесіне қонуын сағынам. Құдайға шүкір, бүгінгі кезде Қазақстанның қандай дәрежеде өскенін, өркендегенін бірінші елбасымыздың кемел саясатынан болатын болса, екіншіден қазақ халқының кеңдігіне ешкімді бөлмеген, үшіншіден Қазақстан тұрғындарының қаншама ұлттық өкілі болса да, біздердің бірлігімізден, түсіністігімізден осындай болып жатқан. Елбасымыздың даналығына, даралығына, кемелдігіне ешкім шек қоя алмайды. Көрдіңіздер ме, ең ақыры бірлік мерекесі деп жатырмыз ғой. 1 мамыр кеңес үкіметінің кезінде де әлемде көп елдерде қолданылған халықаралық еңбекшілердің мерекесі еді. Ал кеңес үкіметі тарқағаннан кейін біздің сол елбасымыздың тапқырлығы менен бірлік мерекесі болсын. Өйткені бірлік болған жерде тірлік бар. Бірлік болмаса ірейді, шірейді, әрқайсысы. Сондықтан да мына 1 мамырдың өзі, ертең болайын деп тұрғанның өзінде де сол бірлік мерекесінің өзінің елбасының бір тапқырлығымен болып отырған. Біздің еліміздегі ең негізгі бірліктің мықты ынтымақ, керемет, достық, татулық, тұрақтылық міне содан болды. Өзге елдің бізден үлгі алып жатқанында осында. Ләйім, осыны Құдай көп көрмесін, ары қарай жалғасын. Қазіргі таңда диаспораның тыныс-тіршілігі туралы не айтасыз? Біздің еліміздің бірліктің, түсіністіктің арқасында Қазақстанда қаншама ұлттың өкілі тұрып өмір сүріп жатыр. Соның бірі Әзербайжандар да қоғамның барлық саласында араласып, өздерінің қолдарынан келетін қоғамға үлесін қосып, өздерінің де өмір тіршілігін асқақтатып жатқан Әзербайжандардың екінің бірі десем. Оның ішінде оқыған, тоқығандарын былай қойғанда, кәсіпкерлері де, еңбек ерлері де, барлығы да бар. Тіпті кейбіреулері байлардың қатарында жүр десем де, оның ешқандай артықтығы жоқ. Тіпті Қазақстанның қай бір түпкірінде болса да, Әзербайжандардың еркін өмір сүріп жатқанды. Мен аштан өліп көштен қалған бір Әзербайжанды көрген жоқ. Сондықтан да мен еліме ерекше ризашылығымды білдіремін. Қазақстанда басқалар қалай өмір сүріп жатса, дәл топырақ иесі қазақ қалай өмір сүріп жатса, одан артық болмаса кем емес.